жерге бере салады. Қап-қара болыпты деген, да ауа жетпей қостаустан деп тұр. Қандай дәрігер ол, қандай дәрігер, 10 жыл оқымады ма оның бәрі сол дәрігерлікті. Ол жерде де жаңағы тері асты бездері деп берілген. Женский жағында да тері асты бездері жүзім сияқты қаптап кеткен. Сондықтан қан тоқтамайды. Тамырлар аяғының астында да тамырлар түйіндеп бездеп кеткен ғой, в общем. Содан мындай не пайда болған, сепсис, ірің пайда болған ғой. Организмге ірің жайылған. 2024-тен бастап қан кетпеген деген масқара ғой. 2024-тен бастап Женскийға барған, скорыймен жібереді, тазалай береді. Скорыймен жібереді, тазалай береді. Ол неден кетіп жатыр? Түбін тексермейді да бұлар. Не деп жауап бергені менде әпкемнің ең соңғы қайтыс болар алдындағы менде голосовой бар. Былтырғы операциядан соның салдары деген ғой, в общем. Келесі адамдарға сабақ болсын. Алдарына барған адамды немқұрайлы емес, кәдімгідей қарасын. Барғаннан жазу жазады, кеткенше жазу жазады. Ол сенің алдына келіп отқан адамға қараулары мүмкін емес қой. Барғаннан жазу жазады, кеткенше жазу жазады, білмеймін, мен өзіміз де барамыз ғой. Мен өзімде балам, ерекше балам бар. Мен де постоянно барам осы. Қанша қиналып 21 күн больницада реанимацияда жатқанда көзінен бір тамшы жас шығарған жоқ. Күнде азанда кешке өзім барып жүрдім. Мен қайта оны көріп қиналған, мен жылап жүрдім. Бала шағалары анамды кіргіздім 1-2 рет.